Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен осы Pinduoduo сайтынан сатуға тағы не алуға болады, осындай бір ұсақ-түйектерге распаковка жасайын деп отырмын. Алтын шайдың бірі балалар күніне қала паркінде отырып сатуға заказ берген болатынмын. Осындай заттарға мінекей мынау қоян артында мынандай бұрайтыны бар. Осындай барабан тұрады үстіп. Так, 20 штукқа заказ бердік деп ойлағанбыз, өйткені 10 штук плюс 10 штук подарок деп. Но олай емес, 10 штук салып жіберген. Осы 10 штук қоянның бағасы, сайттағы бағасы 1100 теңге. И осы тұрған заттың барлығына весіне мен 5313 теңге төледім, плюс доставка 1000 теңге, сонда 6313 теңге осы заттардың барлығына төлеген болатынмын. Мінекей келесі товарды ашып көрсетейін. Так, бұл бізде осындай бір жанатын ободоктарға заказ бергенмін. 3 штук. Қазір сіздерге ашып жақынырақ көрсетейін. Тоже бұл жерде де андай упаковка 50 деп тұрды. Біз 50 упаковка келеді деп ойлағанбыз. Но 3 штук ободок келді. Осы 3 штук ободоктың сайттағы бағасы 1100 теңге. Мінекей 3 түріне заказ берген. Біреуі гүлмен, біреуі там клубничкасымен, сондай 3 түр. Үшеуінде салып жіберген. Так, келесі товарды ашып көрсетейін. Келесі товар бізде тоже сондай бір жанатын, сондай заттарға заказ берген болатынбыз. Салмақтар ауыр емес, өте жеңіл. Мінекей мынандай, мінекей спиннерлер, мынандай 2 подаркасымен салып жіберген. Мінекей осындай әртүрлі конструктор спиннер, робот жасауға болады осылармен. Пауық, жұлдызша, баланың развитиясына өте тамаша, прям жақсы. Бұл спиннерлердің сайттағы бағасы 700 теңге. Мінекей осындай 8 штук салып жіберген. Тура біз қандай заказ бердік, тура сондай салып жіберген. Так, енді келесі товарды ашып көрсетейін. Келесі товар бізде жерде көп ұсақ-түйектер, барлық ұсақ-түйектер. Мінекей мынандай бантиктер, қыздарға арналған заколка ретінде. Резинкамен емес, заколка ретінде заказ берген болатынбыз. Тоже қандай түстерді салды айттық, сондай түстерді салып жүрген. Осындай бір купон салып жіберіпті, как лотерея сияқты бір өшіретін несі бар. Мына жерде типа қандай подарок шығады, соны аласың деген. Но продавецке жіберіп едім, лохотрон сенбеңіз деді. Так, бұл айтпақшына бантиктердің бағасы 1050 теңгеге шықты. Келесі товар бізде мынандай пузырькилар, как клей сияқты, андай шарик сағыз сияқты үрлеп пузырькилер шығаратын. Мына жерге қазір видеосын қоям. 80 штукқа заказ бергенбіз, барлығын салып жіберген. 80 штук толық санап көрген болатынбыз. Мінекей. Но анда айлап қоюға келмейді, өйткені 2-ге бөліп салып жіберген жыртып. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Осылай жыртып 2-ге бөліп салып жіберген. Мінекей осылай. Негізі білініп тұру керек, но екеуін 2-ге бөле салған. Бағасы тоже арзан. Осы 80 штуктың бағасы 700 теңге. Біз өте кішкентайын алыппыз. Негізі кішкене үлкендеулері бар, үлкендеулері үлкен пузырькилар болады, как осы видеодағы сияқты. Мына жерде біреуінің ішінде 4-еу бар, тоже нормально осылай болады, шарик. Енді келесі товар тоже ашып көрсетейін. Бұл бізде осындай ұсақ шариктерге заказ бергенбіз. Бір упаковка, ішінде 111 штук. Осы 111 штуктың сайттағы бағасы 600 теңге. Так, келесі товар бізде мінекей коробканы ашайын сіздерге.
мен сіздерге тек бұл жерде сайттағы бағасын айттым, и плюс осы жерде тұрған барлығына весі плюс доставкасы алдымен 300 теңге төлеген болатынмын. Мінекей келесі товар бізде осындай қолға тағатын жүзіктер павлин, тоже жанатындардың қатарында түнде 10 штук салып жүрген. Бұл павлиндердің бағасы. Бұлардың бағасы 800 теңге. Осы 10 штук қолға тағатын жүзік павлин. Өте әдемі көрінеді. Так, неке 10 штук әртүрлі түсінен, көк, жасыл, қызыл түстерінен. Так, енді келесі товарды ашып көрсетейін сіздерге. Неке мынандай ұзын коробкада салып жүрген. Бұл бізде бір магазиннен алынған товар. Мыналар бізде әртүрлі магазиннен алынған. Но бір уақытта бәрі жиналып жақсы келді. Бұл товарлардың барлығы мен хит карго арқылы алған болатынмын. Қолға 15 күнде алдым. Неке, так, сіздерге қазір ашып көрсетейін. Бұл бізде мынандай шашқа тағатын заколка, тоже жанатындардың қатарынан 10 штукқа заказ бергенбіз. 10 штук бәрі түгел келген. Неке мынау бізде шашқа тағатын заколка, сосын мынандай қолға ұстайтын балаларға сердечкалар, тоже жанады бұлар. Так, бұдан біз 8 штукқа заказ бергенбіз. Тоже салып жүрген 8 штуғы. Ешқандай товар дефектсіз, ештеңкесіз келген. Барлығы сынбай аман есен жақсы келген. Неке осы 3 товарды бір магазиннен алғанбыз. Бәрін бір упаковкаға салып жүрген. Мыналар мінекей қолға тағатын браслетиктер тоже жанады. Барлығы батарейкасымен салып жүрген. Енді мінекей мынау ең соңғы товар. Ең соңғы товар бізде неоновый палочки дейді ғой, сондайларға заказ берген болатынбыз. 100 штук. Бұл таяқшалардың сайттағы бағасы бізге 800 теңгеден болды. Ал мына астында тұрған браслетиктардың бағасы 1300. Қолға ұстайтын жүрек таяқшалар 800. Сосын бабочкалар тоже 800 теңгеден шықты. Неке сіздерге тубикке салып жүрген осындай неоновый палочкаларды. Барлығы түгел, жақсы, әдемі келген. Бұл товарлардың барлығын біз осы қала паркінде 6 айдың бірінде тұрып сатуға заказ берген болатынбыз. Бағаларын бұл жерде прям бірге бір емес, прям бірге 3-4 қосып сатсаңыздар болады. Өте күшті, тиімді. Енді ойланбай алдыра берсеңіз болады бұндай товарларды. Неке осындай неоновый таяқшалар, осындай басына тағатын не дейді барлығын прям салып жүрген. Неке осы Пиндода сайтынан алған ұсақ-түйек заттарым осы тоже сатуға. Неке көрдіңіздер ме, сындырсаңыздар жанады. Неке тоже көрініп тұр, әдемі көрініп тұр. Түнде вообще әдемі көрінеді. Аударғанда 8 сағатқа жетеді деген, но 24 сағатта нормально жанып тұрды. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Алда сізге көптеген осындай распаковка видеоларды көрсететін боламын. Киімдер, енді алда уақытта кондиционер, пылесос алам ба деген ойым бар. Егер алып жатсам, тоже сіздерге осы YouTube каналға салатын боламын. Келесі видеода кездескенше.